Алтынды орнасының алтындай достары, тағы да ассалаумағалейкум. Бұл біздің бүгінгі екінші шығарылым достар. Брайм Диас ұлттық құрамасын өзгертіп жіберді. Бүгін Чемпиондар лигасында орталық ойын Барселона мен Наполи кездеседі. Федерико Вальвердеға сұраныс көп. Вальверде қайда барады? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі күндізгі жаңалықтарды көрмесеңіздер, арнамызға кіріп, алдыңғы шыққан видеоны да қарап көрсеңіздер болады достар. Ал енді біз бастайық, кеттік. Брайм Диас деген тамаша ойыншыны барлықтарыңыз білесіздер. Реал Мадридтің ойыншысы жақсы деңгейге жетті. Реал Мадридтің негізгі құрамдарына шығу үшін Миланға да барып келді жалға. Қазіргі таңда Реал Мадридтің белді ойыншыларының бірі болып жүр. Клубтық деңгейде мәселесі жақсарып келе жатыр. Бірақ та ұлттық құрамадағы деңгейі бычыт болып жатқан сияқты. Испания ұлттық құрамасы қандай деңгейге жетпесін, Брайм Диасты Испанияға шақырмады. Ұлттық құрамаға Миланда жүрген өнерімен, Реалда көрсеткен өнерімен ұлттық құрамаға шақырылуға лайықтымын деп санады Брайм Диас, бірақ та шақырмады соңына дейін. Бірақ та Испания ұлттық құрамасының бас бапкері Де Ла Фуэнте негізінде келесі құрамда Брайм Диастың аты бар еді, күте алмады. Осынша уақыт күттім деп жатыр. Негізінде өзінің ынтасы болса, өзі Испания ұлттық құрамасына ойнағысы келсе, соңына дейін күту керек еді деді. Енді жалпы бұл жерде Брайм Диастың өзінің кінәсі деген сияқты айтты Де Ла Фуэнте, Испания ұлттық құрамасының бас бапкері. Ал Брайм Диас болса, мен қанша күттім, мен лайықты едім шақыруына деп Брайм Диас өзінің өкпесін айтты. Енді осылайша қазіргі таңда Марокконың ойыншысы атануға жақын, және де атанды деп ресми айта берсек те болады, себебі құжаттардың бәрі дайын. Брайм Диастың әкесі мароккалық екенінде естеріңізге сала кетейік. Бұл жерде айырмашылық, Брайм Диасты Марокко өздерінің құрамына қосу үшін сол елдің президенті, Марокконың футбол федерациясының президенті және де Марокконың қазіргі ұлттық құрамасының бапкері бәрі бірдей күш салған екен Брайм Диасты өздерінің қатарларында көру үшін. Ал Испания ұлттық құрамасының бас бапкері қашан хабарласады, өзі сол кезде хабарласар деп бейжай қараған Брайм Диасқа. Енді ғана Брайм Диас сияқты мықты ойыншыдан айырылып қалғандар үшін өкініп жатыр қазіргі таңда Испания ұлттық құрамасы. Испания ұлттық құрамасы сияқты қарап отырмай әрекетке көшу керек. Сіздерге тағы айта кетеміз, біздің сенім серіктесіміз Пари матч екенін. Жаңа апта футбол алаңындағы эмоциялардың өрлеуі, Пари матч Қазақстанмен бірге өз фаворитің үшін жанкүйер болып ойынға қосыл. Біздің сенімді серіктесіміз Пари матч Қазақстаннан 150 мың теңгеге дейін бонус және 2000 теңге қосымша фрибет алғыңыз келсе, осы видеоның астындағы сілтемеге өтіңіз. Қазіргі таңда Барселонаның қаржылық жағдайы қандай екенін бүкіл әлем біледі, сіз де білесіз, мен де білемін. Және де осы маусымнан кейін нақты негізгі құрамның ойыншыларының бір-екеуін сатып жіберуі мүмкін. Бұны ең абыройлы деген мықты инсайдерлар, басылымдар айтып жатыр. Сол бір-екі ойыншының біреуі Педри болуы мүмкін. Педри осы Каталонияның өзінің Барселонаның академиясынан шыққан өте талантты мықты ойыншы. Және де бұл ойыншыға жақсы ақша ұсынып отырған, қазір қатарымызға қосамыз деп отырған командалар бар, және де АПЛ-дың командалары қызығып отыр деген ақпараттар да бар. Педри өте керемет ойын көрсетеді, және де допты алып жүруі Бускетсқа да кеп қалады кейбір жағдайларда. Пастары өте керемет, ойы, IQ-ы өте жоғары футболшы деп айтсақ та болады. Бұл Барселонаның болашағы негізінде. Егер де осындай қиындықтардан шыға алмайтын болса, Барселона сатып жіберуі де мүмкін. Қазіргі таңда Педриға АПЛ-дың екі гранттары, топ клубтары таласып жатыр. Оның бірі Манчестер Сити. Манчестер Сити былтырғы маусымнан бастап сұрап келе жатыр Педриді. Керек ақшаларыңды берейік, 100 миллион евро берейік деген сияқты. Екіншісі, дәл қазір Педриға таласта Арсенал клубы қосылды. Арсенал клубы енді жақында ғана қосылды деген ақпараттар бар. Ал Пеп Гвардиола, Манчестер Сити былтырғы маусымнан бастап Педриді көздеп келе жатыр. Педри қазір трансфер маркет порталында 90 миллион евроға бағаланады. Ал енді Барселона сататын болса 120-130 миллион евродан кем ақшаға сатпайтындары белгілі. Енді Педриді негізінде Барселона ақша таба алатын болса, жан-жақтан спонсорлардан Педриді сақтап қала салғандары дұрыс.
Достар, бүгін Чемпиондар лигасы, бұл енді жалпы Чемпиондар лигасындағы орталық ойын деп айтсақ та болады, кім өтері белгісіз ойын деп осы ойынды айтсақ болады. Барселона Наполиді бүгін өз үйінде қабылдайды. Екі жаққа да қиын, Барселонада жарақаттар бар, және де Барселонаның бас бапкері Хави Эрнандес біз біршама жыл болды ширек финалына шыға алмай келе жатырмыз, оның өзінің себептері бар. Және де осы ойынға да жарақат алып қалған ойыншылар бар. Жарақаттар бізде ақтау емес, біз бар ойыншымен барымызды салуымыз керек. Қазіргі таңда Барселонаның жағдайы қиын, және де осы жағдайды жақсартуымыз үшін біз алға қарай жылжуымыз керек. Финалға дейін барсақ, керемет ақша бөлініп қалар еді деді Хави Эрнандес. Және де Наполи қарсыластары жайлы айта кетті. Наполи жаңа бапкер келіп, жаңа серпін алды, жақсы ойын көрсете бастағаны мен де байқап отырмын. Бүгін енді бағымызды сынап көреміз, және де біз өзіміздің ойынды ойнаймыз. Біз ұшып кетті, анау-мынау деген әңгімелерден қорқпаймыз. Қалай бар, солай ойнаймыз. Жеңуге тырысамыз, әрине. Бізге ары қарай жылжу өте маңызды деді Хави Эрнандес. Ал енді Наполидің мотивациясы өте мықты бола ма деп ойлаймын бүгінгі ойынға. Себебі бірінші мотивацияның өзін айта салайын. Егер де Барселонадан келесі кезеңге өтетін болса, Наполи ойыншыларына 10 миллион евро бонус бөлген екен. Барлық ойыншыларына 10 миллион евроны бөліп береді. Бұл енді өте керемет мотивация деп ойлаймыз. Мынандай ақшамен жаңа бапкердің тактикасы да жаман емес сияқты. Бұндай мотивациямен Наполида өтіп кетуі мүмкін. Бірақ та Барселонаның өздерінің жанкерлерінің алдында жақсы ойын көрсетеді деп санаймыз. Барселонаға ешқандай да ойыншыларына бонус бөлінбейді. Егерде жеңіп жатқан жағдайда әлбетте әрқайсысы өздеріне лайықты бонустарын ала жатады. Бүгін алаңда 2-9-дықта бар, Левандовски да бар, Виктор Осимхен да бар. Екеуі де жоқ жерден гол салып кете салатын мықты 9-дықтар деп айта аламыз. Сондықтан да бүгінгі ойында мүлдем болжам айту, ойлау осылай болады-ау деген өте қиын болып тұр. Не дегенмен де екі командада гол салады деп ойлаймыз бір-біріне, және де бірінші таймда гол болады деген болжамда бар. Одан бөлек енді ары қарай келесі кезеңге Барселона өтеді деген ойда бар. Егерде сіздердің ойларыңыз, болжамдарыңыз болса, бәстігіп қарайық десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз Пари матчты айта кетеміз. Пари матч сіздер есептеріңізді толтырған сайын сіздерге бонус береді. Ал енді баршаларыңызға сәттілік. Бұл ойын орталық ойын, бұл ойын басқа ойыннан өзгеше деп айтсақ та болады. Бұл ойында Қазақстан ұлттық құрамасынан түнгі сағат 00:50-де көрсететін болады, достар. Осы маусымнан кейін Пари Сен-Жерменнен біршама ойыншылар кетіп қалуы мүмкін. Енді Килиан Мбаппе кетеді, анық. Мбаппе кеткеннен кейін тағы да ойыншылар кеткісі келіп жатыр дейді. Енді оның артынан Маркиньос кетіп қалады дейді. Маркиньос қазіргі капитан, орталық қорғаушы, жалпы қорғанысқа жауап беретін мықты ойыншылардың бірі. Оның енді білмеймін, ешқандай да бір арыз жалобы жоқ сияқты меніңше Пари Сен-Жерменге. Бірақ сонда да кетеді деген ақпараттарды шығарып жатыр. Қазіргі таңда 60 миллион евро тұрады Маркиньосты Бавария қатарларына қосуы мүмкін деген ақпараттар бар. Болмаса АПЛ-дың қатарына барады. АПЛ-дағы клубтардың біріне қосылуы ғажап емес. Осындай ақпараттар бар. Маркиньос қана емес, Мбаппеден кейін кететін Витинья да кеткісі келеді. Витинья осы маусымда, алдыңғы маусымның соңында жақсы өнер көрсетіп жүр негізінде. Бірақ ПСЖ-да ашыла алмайды деген ақпараттарды жеткізіп жатыр. Ал енді Витиньяны сол баяғы Челси қатарларына қоса деген ақпараттар шығаруда. Челсидің қатарына келетін болса, Витинья жақсы ойнап кетер ма, белгісіз, беймәлім айта алмаймыз. Челсида біліп-білмей, тексермей трансфер жасайтын клубтардың қатарына жатады. ПСЖ-дан ғана кетіп жатқан жоқ ойыншылар, Реал Мадридтан да кететін ойыншылар бар. Және де соларды атап өтейік. Енді Реал Мадридтің қапталдағы қорғаушысы Менди осы маусымдан кейін кетеді деген ақпараттар бар. Келесі маусымның соңына дейін келісім шарты бар Мендидің Реал Мадридпен бірге. Және осы маусымдан кейін Мендиді 50 миллион евроға сатуға дайын екендерін жеткізді Реал Мадрид клубы. Алатын клубта бірден табыла кетті десек те болады. АПЛ-дың Манчестер Юнайтед атты клубы Мендиға
қызығушылық танытып отыр қазіргі таңда. Және де соңғы жаңалықтарға сүйенетін болсақ, Манчестер Юнайтедке барып қосылады Менди. Ал енді екінші ақпарат бейресми ақпарат, ресми ақпараттарға жатқыза алмаймыз. Федерико Вальверде деген тамаша ойыншы бар. Атынан атүркетін мықты Реал Мадридтің ең негізгі белді ойыншыларының бірі деп айтсақ та болады. Вальверденің соққысының жылдамдығы керемет. Вальверде тебейін деп жатқанда қорғаушылар аттонын ала қашатыны да бар. Осы Вальверде Реал Мадридтан кетіп қалуы мүмкін деген ақпараттар шығуда. Енді бірінші кезекте Сауд Арабиялықтар ұсыныс тастап жатыр екен. Вальверденің өзіне жылына 100 миллион евро беруге дайынбыз деп. Реал Мадридті да ренжітпейтіні анық. Олардан бөлек европалық клубтарды айта кетсек, Бавария, Пари Сен-Жермен көз тігіп отыр. Бірақ та менің ойымша Вальверде Реал Мадридті қала беретін тәрізді. Бүгінге осы. Ал енді бүгінгі чемпиондар лигасындағы, жалпы чемпиондар лигасындағы негізгі ойын Барселона мен Наполидің ойынын жіберіп алмаңыздар. Болжамдарыңыз болса, біздің сенімді серіктесіміз Пари матч екенін естеріңізге тағы да бір сала кетейік, достар. Сілтемесі осы видеоның астында. Ал қалғандарымыз арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Назарларыңызға рахмет.